Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Фируза. Бүгін сіздерге осындай керемет, жұп-жұмсақ, үй жағдайында оп-оңай жасалынатын нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіздер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, менің каналыма тіркеліп, жанында тұрған қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар. Міне қараңыздар, нандарыңыз осындай керемет жұмсақ болып шығады. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен електен өткізілген ұнымызды алып, үстінен 1 шай қасық тұзымызды саламыз және 1 ас қасық қантымызды саламыз. 1 ас қасық дрожжымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен 1 пиала жылы сүтімізді құямыз. Оның үстінен жарты стакандай сұйық майымызды құямыз. Және де бетіне жағуға жұмыртқаның сарысын алып қаламыз, ақуызын қосып жібереміз. Үйлеріңізде қаймақ болса, 2 ас қасық қаймақ қосамыз, жоқ болса міндетті емес. Үстінен жылы суымызды құямыз. Суларыңыз міндетті түрде жылы болуы керек. Сол кезде біздің қамырымыз жақсы көтеріліп шығады, тез көтерілетін болады. Жақсылап араластырып аламыз қасықпен, одан кейін қолымызбен қамыр елейміз. Қарап тұрсаңыз, біздің қамырымыз өте қарапайым, үйдегі бар заттармен еленіп жатыр. Ешқандай артық қоспасыз. Міне қамырымыз осындай қылып елеп аламыз, қолға жабыспайтындай қылып елейміз. Енді бетін жауып, көтерілуге қоямыз 1 сағатқа. Міне бізде 1 сағат өтті, қамырымыз өте жақсы көтеріліп шықты. Енді көтерілген қамырымызды үстелдің үстіне түсіріп, бөліктерге бөліп аламыз. Мен нанды кішілеу бөліктерге бөліп жасадым. Сіздер өздеріңізге ыңғайлы бөлікке бөліп жасай берсеңіздер болады. Нанымызды бөліп болғаннан кейін осындай қолымызбен дөңгелек жасап қоямыз. Менде 3 нан шықты. Дөңгелектеп болған қамырымызды тағы да бетін жауып, 10 минутқа қойып қоямыз көтерілуге. Міне 10 минуттан кейін біздің қамырымыз осындай болып көтерілді. Енді көтерілген қамырымызды жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай нанның ортасынан басып, әдемі бір формаға келтіреміз. Одан кейін осында нанның бетін ұрғылайтын заттарыңыз болса, сонымен осылай жасап шықсаңыздар болады. Егер ол болмаса, вилкамен жасай салсаңыздар да болады. Тағы да кішкене бір 5-10 минутқа көтерілуге қоямыз. Көтерілген нанымызды алып, бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша күнжуып, мак сеуіп, қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минутқа, жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз пісіп шықты. Өте керемет, жұп-жұмсақ, дәмі де өте керемет. Міндетті түрде отбасыларыңызға күнделікті нанды өз қолдарыңызбен жасап беріңіздер. Егер видео ұнаған болса, каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.